Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Гүлмира Жұбанышбай. Бүгін мен сіздермен сабақты бастауға көмектесетін төрт әдіс тәсілмен бөлісетін боламын. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Бірінші атаулар терминдер кестесі. Сабақ басында тақтаға тақырып бойынша негізгі атауларды, терминдерді жазып оқушыларға оларды мынандай кестеге түрлендіруді ұсынамыз. Оқушылар бұл тапсырманы алдымен жекелей 2-3 минутта орындап, одан кейін кестелерін топ немесе жұп ішінде оқып, талқылап 3 немесе 6 минутта толықтырады. Сыныптық талқылау барысында 4 немесе 6 минутта мұғалім оқушылардың өз кестелерін жариялауды ұсынады, немесе тақтада келтірілген кестені оқушылардың жауаптары бойынша толтырылады. Сабақ соңында бұл кестеге қайта келтірілген мәліметтердің дұрыс бұрыстығы анықталады. Екінші атаулар туралы 3 сұрақ әдісі. Мұғалім сабақ басында жаңа тақырып бойынша 3 терминді тақтаға жазып, оқушыларға осы атауларға қатысты мынандай сұрақтарға жазбаша жауап беруді тапсырады. Әдеттегідей бұл жұмысты оқушылардың жеке жұппен шағын топ ішінде ауызша немесе жазбаша орындауы, содан кейін мұғалім бірнеше оқушының пікірін тыңдайды. Мұғалімнің сұрақтарды шығармашылық тұрғысынан әр сабақта тақырыпқа байланысты өзгертіп отыруы тиімді. Үшінші сөзді тап, қобдишаға тақырыпқа қатысты түйінді сөздер жазылған қағаз қиындылары салынады. Бір оқушы қобдишадан қиынды қағазды алып, 1 минутта ондағы сөздің өзін атамай сипаттап түсіндіруі керек. Сөзді тапқан оқушы келесі сөзді алып түсіндіруді жалғастырады. Төртінші, борт журналы тақырыпты оқып үйренуде өз ойларын жазуға үйретудің әртүрлі әдіс тәсілдерін қамтитын жалпылама атауы. Борт журналы қарапайым түрде мәтінді оқу алдында және оқу материалымен танысқан соң қолданылады. Оқушылар келесі сұрақтарға жауап жазады.